Selam kızlar. Men sizlerge öte erекşe, öte jumsak әрі дәмді болатын бауырсақтың рецептісінен бөліскім келіп отыр. Ол үшін ең алдымен су, сүт, қант, тұз, ашытқы, майонез, сары майымызды салып араластырып, керек мөлшерде ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың жұқалығы өте маңызды болу керек. Иленген жұмсақ қамырымыздың бетін пакетпен жауып, немесе пищевой пленкамен жауып, жылы орап, жылы жерге қойып қоямыз. 1-1,5 сағат өткеннен кейін ашыған қамырымызды алып, жайып, бірнеше бөліктерге бөліп, өздеріңізге қалағандай етіп кесіп, қызған майда екі жағынан қуырып алсаңыздар болады. Мен және осы қамырдан ертеңгі болады жұманы ойлап, жет шертпекеде қамыр алып қалдым. Піскен бауырсақтарымыз өте